коучинг сабағымда Конфуцийдің мына сөзінен бастамақшым. Маған айтсаң, ұмытамын. Егерде көрсетсең, оны істеймін, есімде қалады. Ал өзіме жасатсаң, оны үйренемін деген екен. Сол сияқты бүгінгі жаңа әдіс тәсілдерді мен сіздермен бірге қосылып, соны жасатып, сабақта қолданып жүрген бір әдіс тәсілін көрсетейін деп тұрмын. Оның аты пирамида деп аталады. Ал бұл әдіс тәсілді мен қазақ тілі сабағына пайдаландым. Әр топқа, мысалы қазір мына 4 партаны 4 топты есептейік та, мынаның ішінен мен сіздерге тастап берем. Бірінші топ зат есімге байланысты сөздердің ішінен тауып жапсырыңыздар. Екінші топ сіздер сын есімді, сіздер етістікті, ал сіздер сан есімді. Ішінен, осы сөздердің ішінен сан есімдерді табасында жапсырасыздар. Ана тілейді. 4 топқа 4 тілей беріңіздер, алдыларыңыздар. Ақпарат қана? Ақпарат. Oynadı, жазды, секірді, жүзді, оқыды, қайтты, сырды, жылады, кесті, барды. Тамаша, қанша 10 шақты сөз. Бірайын апай сіздердің топтарыңыздар көргері? Таза, қоңыр, жақсы, сарғыл, әдемі, сұлу. 6 сөз. Және сіздің бірінші топ сіздерде қандай сөздер? Бізде Астана, Закесін, оқушы, дәрігер, кітапхана, мектеп. Жарайды. Неше сөз? 5 сөз. Жақсы. Енді бұл дайын сөздер бойынша. Одан кейін тағы сабағында мынандай осындай стикерлер әкелдім да, ұстағыстағана. Әр топқа сондай тапсырма бердім да, олар өздері жазды дағы. Одан кейін астына тағы оларға өздерінің атын жазуды ұсындым да. Сөйтіп, олар өздері жапсырды да, одан кейін бір топқа алмасты пирамидаларында. Сөйтіп, қайсы топтан қай оқушы екенінде олар тауып отырды. Мына Бақжан дұрыс сөз таппады, ол басқа сөзтарына байланысты сөз айтты деген сияқты. Немесе жалпы есімге байланысты да осындай тапсырмаларды олар дәл кім жазғанын, ол қате ма дұрыс па жазғанын осы ойын арқылы, әдіс арқылы біз осылай пысықтадық, қалай меңгергендігін. Бұл бірінші тәсіл. Ал одан кейінгі тәсіл кодталған кесте деп аталады. Кодталған кесте деп аталады. Енді, кодталған кесте. Ондағы
сабақтың жаңа сабақтың тақырыбы болуы мүмкін ол немесе бір сол сабаққа байланысты бір тірек сөз болуы мүмкін. Әрқайсыларыңыз топтарыңыз ал жауабын астынан жаза беріңіздер үлкен болып. Birinci top oldu. Al bolgan top. Şuraya çabalaklarınızlar. Şu grubu. Buna bir bu sırayı altıda üç. Al жақсы. Қандай сөз шықты сіздерде? Тауық деген сөз шықты сіздерде. Қожық. Жалбыз одан кейін сіздер мәсі. Жақсы. Бұл деген менің сабағымда өткен майда мәтін деген тақырыпта осындай әр топ оқитын мәтіндердің тақырыбы шықты да, ал енді сонда кітаптан тауып сол мәтіндерді оқимыз деп оқыдық та, ал соны бастамас бұрын мысалға сіздерден шыққан қандай сауық деген сөз беді, тауық туралы айтып жіберіңіздер. Тауық деген не ол? Біреулер мен білсін соған екен білмейді, үй жануары деп те шатасып жатты да, сонда сияқты. Сіз әрқайсысы өзінің тобын қорғап шықты ғой. Тауық ол үйімсі, жұмыртқа береді деген сияқты сондай. Бұл демек екінші әдіс болды ма? Ал одан кейінгі әдіс ал сіздер не дейсіздер? Жалғыз туралы үшінші топ айта қойыңыздаршы сіздер. Бірінші топ керемет. Жоқ, жігіт. Жалғыздар жалғыздыққа жатады. Жалғыздар жаңағы үш уақыт пастаға, сабынға да қосылады. Жалғыз дәрілік өсімдіктердің тобына жатады. Түрлі емдік қасиеттері мол. Ал бірінші топтағы қызық мәтіннің тақырыбы шықты мәсі. Мәсі дегеніміз әжелеріміз аяқтары жылы болу үшін киіп жүреді. Мәсінің әжелеріміз айтады тілмен американский мәсі, көріней мәсі. Оны қыстан өзімізді киіп алуға қуамыз аяғымыз киерсін деп. Рахмет. Мінекей. Екінші топ. Екінші топ. Қонжық ол айыздың баласы. Ол асен жегенді, бал жегенді өте жақсы көреді. Ол жабайы жануар орманда өмір сүреді. Абайы, қоңырайы,
Айылып жұртты шамалады. Жақсы, рахмет отырған ойыңыздар. Мінекей, бұл енді кодталған кезде осылай көріп те беруге болады. Одан кейінгі тәсіліміз құпия сөз деп аталады. Бірақ мына жерде қайсы топта екенін білмеймін, бір әріптен мен шатастым. Соны кішкене өзім көмектесіп жіберем. Ал мінекей, мына жерде тапсырманы орындасаңыздар, тоже бір сөз шығады. Тапсырманы орындаңыздар. Жіңішке сызбайсың. Басқа дыбыстар Яша я. Қазақ тілшілер қастарыңыздар ғой Айтпайшы болмайды деп. Жақсы, бірінші топ қандай сөз шықты сіздерде? Қарлығаш, сіздерде? Көктем, күшік, Қарлығаш о. міне осы жерде бір Қарлығаш о бізде шықты. жаңа мен қателестім. Ал мінекей құрметті ұстаздар, әдісі осылай ой қозғайды да